Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай және тез дайындалатын салаттың рецептісін ұсынамын. Қонақ келген кезде де дастарханыңызға қойсаңыздар болады. Ең алдымен осылай бір штук қиярымызды қиғаш етіп турап аламыз. Одан кейін помидорымызды ұзынша етіп тураймыз. Мен бір штук помидорды пайдаландым. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Себебі алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттер түсіретін боламын, және менің каналымда сіздің уақытыңызды алмайтын оңай рецепттер өте көп. Сол үшін менің каналымда жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелу батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Одан кейін асылған тауық еті болмаса духовкада піскен тауық етін пайдалансаңыздар болады. Мен духовкада піскен тауық етін пайдаландым. Егер суда пісіретін болсаңыздар, тұз қосуды ұмытпаңыздар. Одан кейін жарты банка горохымызды саламыз. Мен осы салаттың үстіне қосатын картошка пайды дайындап жатырмын. Үлкендеу бір штук картошкамызды жуып тазалап теркадан өткіземіз. Одан кейін бетін осындай салфеткамен суын сүртіп аламыз. Одан кейін қызып тұрған майға сарғайтып пісіреміз. Майға салғаннан кейін араластырып тұрып пісіріп алыңыздар, өйткені күйіп кетуі мүмкін. Міндетті түрде картошканы осылай үстіне қосып салыңыздар, себебі картошканың дәмі сіздің салатыңызға ерекше дәм береді. Сонымен қатар тек дәмі ғана емес, салатыңыздың түрін, ажарын келтіріп, әдемі етіп көрсетеді. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды, асылған жұмыртқамызды турап салатқа қостым. Қажетті мөлшерде майонезді саламыз. Кішкене шым-шым тұз салып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді үстіне картошка пайымызды сеуіп шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.